Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен күлкі туралы айтатын боламыз. Жалпы күлудің қандай пайдасы бар, осыған тоқталсақ. Шын жүректен қуанышты күлкі денсаулықты сақтаудың және көптеген аурулардың алдын алудың тамаша әдісі. Мәселе мынада: ұзақ күлудің арқасында организм инфекциялардың кез келген түріне қарсы тұратын антиденелер шығара бастайды. Күлкі ауырсынуды жеңілдетеді. Күлгенде қуаныш гормоны эндорфин бөлініп шығады. Бұл табиғи ауырсынуды басатын құрал. Күлкі ең жақсы аэробты жаттығу. Ғалымдардың тұжырымдары бойынша 2 минуттық күлкі біздің денемізге 10 минуттық жаттығумен бірдей физикалық әсер етеді. Күлу кезінде тыныс алу жолдары тазарып, миға қан ағымы жеделдейді. Күлу өкпені ауадан толығымен тазартуға және оттегімен толығымен қанықтыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ жүрек қан тамырлары жүйесін жаттықтыру арқылы күлкі жүрекке де үлкен әсер етеді. Күлкі ас қорытуға да пайдалы. Олар ішектің тегіс бұлшықеттерінде байланыстырып, осы әсердің арқасында бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысы жақсарады. Сондай-ақ күйзеліске қарсы жұмыс істейді. Күлкі бұлшықетті демалдырудың ең жақсы тәсілдерінің бірі. Бұл қан тамырларының кеңеюіне және дене мүшелеріне, басқа бұлшықеттерге қанмен жақсы қамтамасыз етуге әкеледі. Шынайы күлу адреналин мен кортизол стресс гормондарын төмендетеді. Күлкі жасартады, себебі ол бет бұлшықеттеріне әсер етеді. Олар күлу кезінде қысыла бастайды, қан айналымын айналдырады. Нәтижесінде бет терісіне пайдалы элементтер мен оттегі көбірек түседі. Тұрақты күлкі теріні серпімді сергітеді. Күлудің адам ағзасына тұтастай пайдалы екендігі айқын. Егер сіз ауырғыңыз келмесе, өмірге басқаша қарауды үйреніңіз. Өйткені көңілді адамдар мен оптимистер аз ауырып, тезірек қалпына келетіндігі дәлелденді. Олар айналасындағы адамдарға да ұнайды. Қуанышты көңіл күй мен көңілді күлкі жұқпалы. Сондықтан олар басқаларға оңай беріледі.